Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді карамельный пирог дайындаймыз. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Құрғақ ыдысқа бөлме температурасындағы жұмсақ сары майдың үстіне секерімізді салып, шанышқының көмегімен немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Үстіне бір жұмыртқаны салып, оны да араластырып аламыз. Ұнымыздың үстіне бір шай қасық разрыхлитель салып араластырамыз. Енді массамыздың үстіне разрыхлитель мен ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Бізде видеода көрсетілгендей осындай жұмсақ қамыр болады. Оны оқтаудың көмегімен немесе қолмен формамызға жаямыз. Менің формамның диаметрі 24 см. Қамырымызды осылай видеода көрсетілгендей қылып жайып қоямыз. Енді салмамызды дайындауға кірісеміз, яғни начинкамызды. Ол үшін вареная сгущенканың үстіне 20% қаймақ, 3 жұмыртқа салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Біздің начинкамыз дайын болды. Енді қамырымыздың үстіне осы начинкамызды құямыз. Қызып тұрған 170 градус пеште 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Кейін міндетті түрде бөлме температурасында суытып, суығаннан кейін ғана формасынан алыңыздар. Міндетті түрде кем дегенде холодильникке 1 сағатқа салып қойыңыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің басқа да рецепттерімді көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!